Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сіздермен бірге мен, оқытушы Айтқұлова Гүлнұр Нұрғалиқызы. Олай болса, күнтізбелік жоспарға сәйкес көсемше тақырыбымен сабағымызды бастаймыз. Сабақ өту барысындағы негізгі мақсатымыз көсемше және оның жасалу жолдары туралы сіздерге толық меңгерту. Көсемше пысықтауыш пен баяндауыштың қызметін атқаратын етістіктің ерекше түрі болады. Көсемшенің жұрнағы етістікке жалғанады. Көсемшенің жұрнақтары алдарыңызда көріп тұрғандай А, Е, И болады екен. Мысалы, барады, келеді, санайды. Ал жұрнақтары ып, эп, п болғанда, мысалы, шығып, езіп деген сөздер болады. Ал жұрнақтар ғалы, гелі, қалы, келі болған жағдайда, мысалы, алғалы, бергелі, басқалы деген сөздер пайда болады екен. Ендеше, көсемшенің болымсыз түрі көсемшеге жалғану арқылы етістіктің жұрнағы ма, ме, ба, бе, па, пе жалғану арқылы жасалатын көсемшенің болымды және болымсыз түрлері болады екен. Көсемшенің болымды түрі, мысалы, барады, келеді, ал болымсыз түрі бармайды, келмейді. Көсемшенің болымды түрі барып, келіп болған жағдайда, болымсыз түрі бармай, келмей болып өзгереді екен. Ал көсемшенің болымды түрі алғалы, келгелі болғанда, болымсыз түрі алмағалы, келмегелі болып өзгереді екен. Балалар, көсемшенің түрленуі көсемше жіктелетін, оның жіктелу үлгісі мынандай болып келеді екен. Көсемшенің көпше жіктелгенінде көпше түрі және жекеше түрі болып бөлінеді. Мысалы, жекеше түрінде келгенде мен барамын, мен келемін, мен санаймын. Бұл жерде көсемшені жасап тұрған жұрнақтар қайсысы? А, Е, И. Енді ып, эп, п болған жағдайда қалай өзгереді екен? Ол кезде мен барыппын, мен келіппін, мен санаппын болады екен. Сондай-ақ жекеше түрдің екінші жағында білесіздер, сен және сіз деген түр бар, Сіз деген сыпайы айтылған. Сіз барасыз, сіз келесіз, сіз санайсыз. Сіз барыпсыз, сіз келіпсіз, сіз санапсыз болады екен. Олай болса, көпше түріне өтейік. Көпше түрінде, мысалға, А, Е, И көсемшенің жұрнақтары көпше түрде былай келеді екен. Біз барамыз, біз келеміз, біз санаймыз. Егерде көпше түріндегі ып, эп, п келген жағдайда сөздер былай өзгереді. Біз барыппыз, біз келіппіз, біз санаппыз. Екінші көпше түрінің екінші, үшінші жағы да солай өз санатында өзгеріп отырады. Айта кететін бір жайт ескерту, ғалы, гелі, қалы, келі тұлғасында келгенде көсемше жіктелмейді. Ендеше көсемшенің емлесімен танысайық. Етістіктің соңындағы к, қ, п дыбыстары көсемшенің а, е, ып, эп жұрнақтарының ықпалымен г, ғ, б, у болып өзгереді екен. Мысалға, төк сөзінде к, г-ге айналып, төк емес, төгеді. Шық сөзі шығады, жап сөзі жабады болып өзгереді екен. Ал етістіктің соңғы ы, дыбысымен көсемшенің и жұрнағы бірігіп, и болып жазылады.
Мысалы, оқы емес, оқиды. Етістіктің соңғы и дыбысымен көсемшенің а жұрнағы бірігіп, я болып жазылады. Мысалы, жай а емес, жаяды. Етістіктің соңғы дыбысы и болса, көсемшенің а жұрнағы я болып жалғанады. Мысалы, жи а емес, жия. Балалар, енді көсемшенің сөйлемдегі қызметіне тоқталайық. Көсемше жіктеліп келіп, немесе күрделі етістіктің құрамында келіп, сөйлемде баяндауыш болады екен. Мысалы, ол үйіне барып келеді. Бұл жерде күрделі етістік қайсы? Барып келеді. Сонда көсемшенің ып жұрнағы келіп, баяндауыш қызметін атқарып тұра, не істейді деген сұраққа жауап беріп. Екінші, көсемшенің жұрнағы жалғанған етістік іс-қимылдың түрлі белгісін білдіріп, пысықтауыштың қызметін атқарады екен. Мысалы, ол ойланып қарады. Сұрақ қоямыз, ол қалай қарады? Ол қалай қарады? Ол ойланып қарады. Барлық көсемшенің түрлерін, мағынасын түсініп болсақ, онда бүгінгі сабақта нені ұққанымызды, не білдік, нені үйрендік, нені меңгердік. Сабақ барысында түсіндіріп өткенімдей, көсемшенің етістікке жалғанатын жұрнақтарын білдік. Көсемшеге болымсыз етістіктің жұрнағы ма, ме, ба, бе, па, пе жалғану арқылы көсемшенің болымды және болымсыз түрлерін үйрендік. Көсемше жекеше және көпше түрі болып, жіктелуімен көсемшенің түрленетінін түсіндік. Етістіктің соңындағы дыбыстарға көсемше жұрнақтарының ықпалымен дыбыстардың өзгеріске ұшырайтынын, көсемше емлесін және көсемшенің сөйлемдегі қызметі баяндауыш пен пысықтауыш болып келетінін меңгердік. Демек, көсемше туралы толық түсінген болсақ, үй тапсырмасын алайық. Үй тапсырмасына көсемше жұрнақтары кездесетін, көсемшенің түрленуі арқылы жасалған, көсемшенің емлесіндегі өзгеріске ұшыраған дыбыстар мен сөздерді қатыстыра отырып, 5 сөйлемді дәптерге жазып келеміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Амандықта, саулықта жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.